Құрметті өмір күнделігі YouTube каналының тыңдармандары. Мен жасы 85-ке келген әжемін. Бір шаңырақ астында бір ауаны жұтып, бір дастархан басында ас ішіп жүрген отбасы мүшелеріне сыйластық пен татулықты насихаттағым келіп отыр. Мынау 5 күн жалғанда ене мен келін, ұл мен қыз, әке мен бала бір-бірімізге мейірімді болайықшы. Жақсылық жасау қолымыздан келмесе де, бір-бірімізге ауыр сөз айтып ренжітпейікші. Ата-анаға айтарым, перзентіңіз қоңырау соғып, жағдай сұрасқан сайын, өркенің өссін, өн, әрқашан жолың ашық болсын. Қуатты бол, Алла күнде бата беріңіз. Соншалықты қиын нәрсе емес қой, екі алақанды жаясыз да, бір-екі азуыз жақсы тілек айтасыз да, әумен деп бет сипайсыз. Есте ұстаңыз, ата-ананың батасы алты молданың дұғасынан да күшті, қуатты. Ал ұл мен қызға айтарым, күнде болмаса да аптасына бір рет ата-анаңды құшақтап, мені өмірге әкелгеніңізге рахмет. Сіз өмірдегі ең жақсы анасыз, сіз ғаламдағы ең қамқор әкесіз деп айтыңдар. Өміріңізде бір рет болса да ата-анаға өмір сыйлаған үшін алғыс айтқансыңдар ма? Әттең, мен айтпағамын. Бұлай айту керек екенін ешкім біздің еске салмапты, өзіміз де білмеппіз. Енді қанша айтқым келсе де, ата-анам естімейді, олар о дүниеде. Ал тыңдарман, сіз әке-шешеңіз тірі кезде жиі алғыс, рахмет айтыңыз. Қиын емес қой. Ақша шығындамайсыз, жай бір ауыз сөзді айтып, ата-ананы құшақтау қиын емес. Дәл сол сияқты ұл қызына күнде бата беруде қиын емес, бір-ақ минут жұмсайсыз.